Бәріне сәлем. Бұл тез мультик. Бүгін мен тасбақа оқиғасы Сэммидің саяхаты туралы айтып беремін. Сэмми мен Рэй алғашқы немерелерінің жұмыртқадан шығуын күтуде. Сэмми көрермендерге Реймен бірге жан достар екенін және осы жағажайда 50 жыл бұрын туып өскендерін айтады. Немерелерінің жұмыртқаны жарып шығуын күтіп жатқанда, Сэмми көрермендерге өзінің өмірі жайында оқиғаны және адамдармен алғашқы кездесуін айтып беруді шешеді. 1959 жылы дәл осы жағажайда Сэмми ұяның төмен жағында ең соңғы болып жұмыртқаны жарып шығады. Сэммидің үлкен бауырлары мұхитқа бару үшін ұядан жорғалап шығып кетеді. Сондықтан оған да бәріне қалып қалмай ұядан барынша тез шығуы керек. Алайда Сэммидің ұядан шығуға шамасы жетпейді және оған шығуға оның бауырлары да көмектеспейді. Оның орнына олар сау бол деп кетіп қалады. Сэмми ұяда жалғыз қалып, сыртта біреу көмектесіп қалады деген үмітпен көмектесіңдер деп айғайлап жатыр. Бірақ оған көмектесетін ешкім жоқ. Кенеттен шағала пайда болып, бауырлармен бірге уақытында шыға алмай қалып қалғанның кесірінен Сэммиді ұстап алады. Сөйтіп құс Сэммиді аспанға алып кетеді. Сэмми жаңадан туыла салып, құсқа жем болғысы келмей, оның көзіне түкіріп, өзін қорғамақшы болады. Сол кезде құс тұмсығына басқа балақайды ұстаған шағалаға соғылады. Бұл екі тасбақаның құлауына алып келеді. Құлап бара жатып, Сэмми бірге құлап бара жатқан қызды байқайды. Қыз оған сәлем дейді. Шағала оларды ұстайын дегенде, олар ұстатқызбай ақырында төмен қарай құлайды. Қыз жеңіл түсіп шалшық суға құлағанда, Сэмми ағашқа қатты құлайды. Қыз Сэммиге көмектескісі келеді, бірақ оның ағасы келіп, аспанда шағалар қаптап кеткендіктен оны теңізге сүйрейді. Сэмми қыздың аты Шелли екенін ағасының сөзінен біліп алады. Бірақ ол тұра алмай қыздың артынан теңізге баруға шамасы жоқ. Оның кетіп бара жатқанын бақылап, енді ол жалғыз қалады. Түнде шағала оны жеп жатқан қорқынышты түс көреді. Оянғаннан кейін толқын Сэмми жатқан ағашты теңізге алып кетеді. Сөйтіп оның саяхаты басталады. Келесі күні таңертең Сэмми оянып, төмен сырғып түсіп суға басын тығады. Ағашқа жабысып қалған балдырды көріп, оны жеп, осылайша таңғы асын ішеді. Кенеттен ол қасынан үш үлкен теңіз тасбақаларын байқайды. Бұл тасбақалар Джеко, Оли және Сандра. Олар Сэммимен сәлемдесіп, оның жалғыз жүруге тым жас екенін көріп таңғалуда. Оли мен Джеко Сэммиге бұл мұхитта оны жеп қоятын жыртқыштар көп екенін айтады. Мысалға барракудалар мен акулалар. Достарының әңгімесіне ыза болған Сандра Сэммиге өзіңнің ішкі түйсігімен жүр, сол кезде бәрі жақсы болады деген кеңес беріп, оған жолың болсын дейді. Кейін үш үлкен тасбақа ары жүзіп кете береді. Олар кетіп бара жатып ескертулерін қоймай жатыр. Тасбақа сорпасына айналмау үшін торлардан абай бол. Мұхитта қалқып жүрген пластикті емес, теңіз балдырын же дейді. Кейін Сэмми суға қараған кезде оны пиранья тістеп ала жаздайды. Ол кішкентай терілі тасбақаны бір топ тасбақа қудалап жатқанын көреді. Өзін олармен бірге жүре алмай, олардың оны қуалап шыққанына көңіл түсіп кеткен терілі тасбақа суға кетіп, Сэммидің ағашына басын ұрып алады. Ол Сэммиді оны басынан ұрды деп кінәлап, Сэммиді жалғыз қалдырып суға кіріп кетеді. Алайда терілі тасбақа судың бетіне шығып, бұның әзіл екенін және терілі тасбақалардың басы тас сияқты қатты болатынын айтады. Екеуі бір-бірімен танысып, терілі тасбақа менің есімім Рэй деп танысады. Екеуі де бір жағажайда бір күні, яғни кеше туылған екен. Бұл екеуі арасындағы достықты оятып, олар бір-біріне бауыр ретінде қарай бастайды. Рэй Сэммиге қуана қосылып, ең жақсы достар Тынық мұхитының оңтүстігіне саяхатын бастайды. Шамамен 10 жыл немесе одан көп жылдан кейін Сэмми мен Рэй ер жетіп, олар жақын арада жар іздеу керектігі туралы айта бастайды. Рэй оны ұнайтын типі туралы айтуға көндіргеннен кейін Сэмми жан досына Шеллиді кездестіргенін айтып, оның ұнап қалғанын айтады. Бірнеше минуттан кейін Рэй Сэммидің әңгімесінен қатты әсер алып, бір күні екі жан дос Шеллиге тап болып, бұл мұхит олар үшін кішкентай болғандықтан Сэммиді оны кездестіретінін айтып жандандырады. Сэмми мен Рэй түнде Тасман теңізінде болғанда, олардың ағашынан бірнеше миль қашықтықта үлкен кеменің тұрақтағанын сезіктенбейді. Таң атқанда Сэмми Шеллиді түсінде көріп жатыр. Оны Рэй теңізді зерттеп жүргенде көрген нәрсесін көрсету үшін оятады. Сэмми Рейдің артынан суға түсіп, Слим есімді сегіз аяқты кездестіреді. Оның щупальцаларына жабысып, екі жан дос Слиммен бірге көңіл көтере бастайды. Сегіз аяқ карусель сияқты айналып жатыр. Бірақ олардың қызықтары теңіз жануарларының бағанағы кеменің мұхитқа мұнай төгіп, айналаны ластап жатқанын байқаған кезде кенеттен аяқталады. Сэмми мен Рэй мұнайды алғаш көргенде таңғалады да, Слиммен қоштасқаннан кейін сапарларын жалғастырады. Олар судың бетіне шығып, мұнай танкерінің апатқа ұшырағанынан мұхитқа көп мөлшерде мұнай төгілгенін көреді. Бұл олардың адамдармен алғашқы кездесуі еді. Бірақ соңғысы емес. Тасман теңізінен кетіп бара жатып, Сэмми мен Рэй саяхаттап көп нәрсені үйренетінін және адамдар олардың өміріне әсер ететіндігін түсінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін олардың ағаштары сынып, енді оларға саяхаттарын ағашсыз жалғастыруға тура келеді. Бірнеше секундтардан кейін Сэмми балық аулауға арналған үлкен торға түсіп қалады. Рэй оны құтқармақшы болып, өзі де басқа торға түседі. Торды жоғары көтергенде екеуі екі кемеде бөлек-бөлек кетеді. Сэмми тордан босап шығып, балықшылар көрмей тұрғанда қашып құтылайын дейді. Алайда бір балықшы оны білмей жәшікпен қысып
қалады. Бірнеше сағаттан кейін Сэмми қайықта ұзақ болғаннан әлсіреп қалады. Ақыры оны балықшы тауып алып, оны тасбақа сорпасына жібермей қайтадан суға жібереді. Бірақ Сэмми қозғала алмай мұхит түбіне батып кетті. Сол кезде дельфин келіп оны қайта тірілтеді. Ол шаршаңқы күйінде судың бетіне жүзіп шығып, жақын жердегі жағажайды көреді. Сонда жетіп ұйықтап қалады. Бір топ хиппи оны түнде тауып алып өз қамқорлығына алады. Келесі күні таңертең Сэмми қоршауда оянады. Сноу есімді хиппи Сэммидің қорқып тұрғанын байқайды. Ол қызымен оған қамқор болатынын айтып тамақ алып келуге кетеді. Қыз кеткеннен кейін ол үлпілдек мысықтың жанында қалады. Мысық, сені олар жемей тұрғанда бұл жерден кет дейді. Сэмми оны көкөністер беріп емдеген адамдарды жақсы адамдар екенін түсінеді. Кейінірек жаңбырлы күні Сэмми Сноудың 80 күнде әлемді аралау кітабын қызына оқығанын тыңдап отырады. Ол әңгімедегі адамның әлемді шарлай алатынына және әлемде ол ойлағаннан басқа мұхиттардың бар екеніне таң қалады. Өйткені ол өз әлемін кішкентай жалғыз ғана мұхит деп ойлаған. Біраз уақыттан кейін Сноу Вера есімді үлкен қыз тасбақаны тауып алып, оны Сэммиге жұп болады деп қоршауға алып келеді. Бірақ Сэмми Шеллиді жақсы көреді және Вера ол үшін жасы тым үлкен. Олар дос болып қалады. 1969 жылы жаңа жылды барлығы тіпті мысық пен тасбақалар да бірге қарсы алады. Сноу сыйлық ретінде Сэммидің сауытына бейбітшілік белгісін салады. Сэммиге бұл сурет қатты ұнайды. Біраз уақыттан кейін Сэмми мен Вера жұп болмайтынын түсінгеннен кейін олар Вераны теңізге жібереді. Бірақ көп ұзамай рұқсат етілмеген хиппилерді полиция қуып жібереді. Сноу мен оның хиппи достары жағажайдан кетіп бара жатқанда не болып жатқанын білмеген Сэмми артта қалады. Олар өздерімен тек мысықты алыпты. Сноу оған бақыт тілеп қоштасады. Сэмми өзі жалғыз қалып, оларды қайтадан келеді деп ойлап кітап оқып жатыр. Ол ағаштың жапырағын жейді. Бір кезде ақша тауып алып, оны жапырақ деп ойлап шайнай бастайды. Ақырында ол мұхитқа қайтуды шешіп, ол жақта Вераны кездестіреді. Сэмми мен Вера акуладан қашып келатқан қыз тасбақаны көріп, оған көмектеседі. Бұл бойжеткен Шелли екен. Вера олармен қоштасып өз жолымен кетеді. Қайта қосылған жұп азық іздеп бірге саяхаттауда. Сэмми Шеллиден осы жүруден жалықпадың ба? Әлемді шарласақ күшті болушы еді деп өзінің адамдардан естіген мұзды мұхиттарды және біртүрлі аралдарды көргісі келетінін айтады. Шеллиден бірге барғың келе ме деп сұрайды. Шелли оны жақсы көргендіктен келіседі. Сөйтіп екеуінің саяхаты басталып, жолда неше түрлі жануарларды көреді. Жолда олар пираньяларға тап болғаннан кейін бүркіт Сэммиді ұстап алып, оны ұясына апарғанда балапандары Сэммиді шоқи бастайды. Сэмми тыпырлап өзін қорғауға тырысуда. Бір кезде ағашты біреулер кесіп жатқан дауыс естіліп, ол кемені көреді. Ағаш төмен құлап, әйтеуір ол аман есен суға түседі. Сэмми мен Шелли кеменің артынан жүреді. Олар абайсызда бір-бірінен айырылып қалады. Сэмми бұған өзін кінәлап, өзін жегідей жейді. Сэмми мұхитқа қайтып, онда ол бақытты жұптарды көреді. Келе жатып, ол Шеллиді кездестірген егде жастағы жұпты көреді. Ол оның тірі екенін білдіреді. Ол оңтүстік мұзды мұхитқа кеткен екен. Сэмми Шеллиді кездестіремін деген үмітпен жүзіп келе жатқанда, жолаушылары қоқыс тастап жатқан кемені көреді. Сэмми кемеге жақын тұрғанда, екі адам тоңазытқышты лақтырып жібереді. Сосын Сэмми оның үстіне шығып алып, оны қайық ретінде қолданады. Ол саяхаттап Антарктидаға дейін барады. Онда ол китті кездестіріп, одан көмек сұрайды. Сол кезде кит кенеттен кит аулаушыларды көріп жалтарып қалғанда, гарпун Сэмми отырған тоңазытқышқа тиеді. Бұның салдарынан ол бата бастайды. Тоңған Сэмми Greenpeace ұйымының бір топ жұмысшысына назар аударады. Олар оны өз кемелеріне кіргізіп, үсік шалғаннан емделу үшін оны жылы жерге орналастырады. Онда ол Шеллиді көреді. Кеме Монтерей қаласына келгенде, Сэммиді Монтерей жануарларды құтқару орталығына орналастырады. Ол жерде ол мысықпен қауышады. Мысық одан бұрын қызғаныштан өтірік айтқанына кешірім сұрайды. Және Сноу және басқа хиппилердің қазір құтқару орталығында жұмыс істейтіндігін айтады. Сэмми терезеден жұмысшылардың Шеллиді теңізге жіберіп жатқанын көріп қалады. Бұдан ол дүрбелеңге салынып, оны дәл қазір көру үшін мына жақтан тез арада шыққысы келеді. Бірақ мысық есікті ашып жатқанда бөлмеге Сноу кіреді. Ол Сэммиді көріп, өсіп кетіпсің ғой деп таңғалуда. Кейін оны мұхитқа жіберіп, ол Шеллиді іздестіруін жалғастырады. Жол бойында ол көмек сұраған екі қыз терілі тасбақаны кездестіреді. Тасбақа контейнердің ішіне шыға алмай қалыпты. Қамалған тасбақа Сэммидің жан досы Рэй болып шығады. Кейін олар Рейді шығарып алады. Реймен қайта қауышқаннан кейін оның ең жақын досы Шеллиді іздеу үшін Сэммиді апатқа ұшыраған кеме жаққа апарады. Сол жақта ол Рейдің жұбы Ританы көреді. Рита Шеллиді кеменің ішінде деп айтады. Сэмми ішіне кіріп Шеллидің балдыр жеп жатқанын көреді. Алайда сосын оның жаңа жұбы келіп оған қырындайды. Бұл Сэммидің жүрегін жаралайды. Сэмми Рэй мен Ритаға не көргенін айтады. Рэй оны айналада басқа әдемі қыздар бар деп жандандырады. Бірақ Рита Сэммиге Шеллиге қырындаған тасбақаның есімі Робби және оның Клара есімді жұбы бар. Бірақ ол қызғұмар болып басқа қыздармен қырындайды дейді. Робби мен Шеллидің жұп емес екенін біліп Сэмми жеңілдеп қалады. Өйткені енді бұл оның Шеллимен бірге жұп бола алатынын білдіреді. Бірақ ол Шеллиді оны құтқара алмағандықтан жақсы көрмей кетеді деп уайымдауда. Рэй Сэммиге Шеллидің жүрегін жаулауға көмектескісі кеп өзінің жоспары жайында айтады. Альберт деген біреуде көмектесемін дейді. Шелли балдыр жеп жатқанда артынан акула кеп оның артынан қуалайды. Сэмми келіп Шеллиді құтқарып жұп болып екеуі бірге қосылады. Сэмми сонымен қатар Шеллиге акуланың есімі Альберт және ол шын мәнінде құтқаруды өткізуге көмектескен тіссіз акула дос екенін айтады. Бірақ Шеллиге бәрібір. Ол Сэммиді жақсы көргендіктен ештеңеге қарамастан онымен бірге болғысы келеді. Екеуі арасындағы махаббат берік болғандықтан олар үйленеді. Жас
байлар бірге жүзіп кетеді. Енді олар саяхаттарын бірге жалғастыра алады. Қазіргі уақыт. Сэмми мен Рэй жаңадан ата болып, екеуі де Сэммидің жаңадан туылған немерелерінің суға түсу үшін ұяларынан көшенің арғы бетіне өтіп бара жатқанын бақылау үстінде. Сэмми мен Рэй барлық балаларды суға түсіргеннен кейін өздерінің әйелдерімен Тристан да Куньяда кездесуді жоспарлап отыр. Дәл сол кезде Сэмми кенже немересінің ұяда көмек сұрап айғайлағанын естіп, ұяға қарай ұмтылады. Оның шығуға тырмысып қиналып жатқанын көреді. Сэмми оны өте жақсы түсінеді. Оған шығуға көмектесіп, атасы оны өз саяхатына аттануға жандандырғаннан кейін, оның бауырларының артынан өз жолымен кетіп бара жатқанын тамсана бақылауда. Осы жерден мультфильм аяқталады. Көргендеріңе рахмет. Егер бұл видео ұнаса, лайк басайық. Подписаться кнопкасын бас, арнаға жазылайық.